Бала бекзаттарын бағалаған бағын, ізгілікке жаның құмар, өзіңсің әнім. Бала бекзат жалын, сындырмаған сағын, жақсылыққа жаршы болған, өзіңсің әнім. Бала бекзат. Мен спорттың барлық түрін жақсы көремін. Дегенмен, соның ішінде ең жақсы көретінім бокс. Ал мынау ринг. Иә, сырттай қарағанда қорапша сияқты. Жекпе-жек осы қораптың ішінде өтеді. Мынау құмқапшық, ол соққыға және жаттығуға арналған. Менің өзімнің құмқапшығым бар. Оны маған әкем мен ағаларым құм толтырып, өз қолдарымен жасап берген. Ол мен үшін әлемдегі ең керемет сыйлық. Әкем де ағаларым да спортты жақсы көреді және мені әрқашан қолдайды. Ағаларым қалаға кеткелі бері оларды сағынып жүрмін. Олар болғанда бірге жаттығар едік. Оппа! Осылай әдемі көрінеді. Бекзат, ұлым, бері келші. Я, анашым. Кел, 7 шелпек жей ғой. Я, қазір. Шіркін, Исынай. Ал мына шелпектерді көршіге апарып берші, ауыз тисін. Бұл саған емес, Ақтөс. Жүр, көршіге апарып берейік. Айгерім! Айгерім! Сәлем, Бекзат, не істеп жүрсің? Сәлем. Міне, мына шелпектерді анам беріп жіберді. О, есен қып тұр екен. Күте тұр, қазір шығамын. Бізге үй жұмысына гүлдесте жасауға тапсырма берген еді. Есіңде ме? Я, онда гүлді алқапқа барайық. Жарайды. Қандай керемет! Иә, әдемі гүлдесте жасайтын болдық. О, міне. Дайын болды, қарашы. Әдемі шығыпты. Я, Әйгерім, мына ағаштарға қарашы. бәрі қурап қалған ба? Иә, күн тымыстық, суда ақпайтын жерде орналасқан сияқты. Енді не істесек болады? Ағаштарға арықтан су тасып суарамыз ба? Жоқ, ағаш көп. Арық болса алыста. Күнеге су тасып жүре алмаймыз ғой. Басқа ойларың бар ма? О, бір ой ойлап таптым. Мен бұл ағаштарда ауламызға апарып егем. Құрайын деп қалған ғой, өсе ме? Өседі. Сен маған аулаға жеткізуге көмектесесің бе? Әрине көмектесем. Мен үйде күрек алып келейін. Рахмет, Ақтөс.
жұмысты аяқтадық. Балам, ағаштарды қайдан әкелдің? О, әке, мектеп маңындағы гүлді алқаптан алып келдік. Қурайын деп қалыпты. Өзім баптап өсірейін деп аулаға көшірдім. Бәрекелді балам. Ағаш егу сауапты іс. Дегенмен бұлар өне қояр ма екен? Өседі әке, мен сенімдімін. Жарайсың құлыным. Ал мен саған сыйлық әкелдім. Қандай сыйлық? О, бокс қолғабы. Рахмет, әке. Игілігіңе жарасын құлыным. Қандай керемет! Құтты болсын, Бекзат! Рахмет. Бүгін іліп қойған суреттеріңді көрдім. Сосын саған тосын сый жасағым келді. Енді менің де бокс қолғабым бар. Алақай. Енді осы бокс қолғабымен жақсылап дайындала қой балам. Сені біздің ауылдағы бокс үйірмесіне апарам. Я әкешін, тырысатын болам. Енді жаттығамын. Міне, былай. Жарайсың құлыным. Менің ұлым мықты боксшы болады.